Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға жол бермеу және қызметкерлерінің әдеп нормаларын сақтау бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Әлеуметтік еңбек саласында 49 қызмет цифрлық форматта көрсетіледі. Оның 31-і проактивті, яғни азаматтардың мемлекеттік органдарға жүгінуінсіз ұсынылады. Цифрландырудың нәтижесінде 11 мемлекеттік қызмет көрсету кезінде адами фактор айтарлықтай азайып, кейбір қызметте толығымен алынып тасталды. Медициналық әлеуметтік сараптама жүргізудің сырттай форматы бойынша жобаны іске асыру шеңберінде айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізілді. Мүгедектік тобын белгілеу жөніндегі қызметті алу үшін азаматтар тек тұрғылықты жері бойынша емханаға барып, қажетті тексеруден өтуі қажет. Қалған процестер ақпараттық жүйелерді интеграциялау есебінен оның қатысуынсыз өтеді. Бұл ретте мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне мемлекеттік қызметтер көрсеткені үшін пара ұсынатын азаматтар кездеседі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі азаматтарға мұндай құқық бұзушылықтарға жол бермеуге шақырады. Қылмыстық кодекстің 367 бабына сәйкес мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамға жеке өзі немесе делдал арқылы пара берген жағдайда мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойынан айыра отырып, параның 30 еселенген сомасына дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Егер сіз министрлік пен аумақтық департаменттерінің қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлықтың немесе әдепсіз мінез құлықтың қандай да бір көріністерін байқасаңыз, сіз 74-35-75 сенім телефонына қоңырау шала аласыз. Оның қала коды 71-72. Немесе ресми шағымды е-өтініш жүйесі арқылы жібере аласыз. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне түбегейлі қарсы.